Достар сәлем, бұл Кастер шолу қазақ тілінде пайдалы ақпаратты осы YouTube каналдан көресіздер. Бүгінгі видео 11 ноябрьде шығып отыр, ол әдейістелінген сіздер үшін, өйткені 11 ноябрьде AliExpress деген сайтта бір жыл бойы күткен акциялар басталады. Акция, яғни скидкалар 5%-тен 90%-ке дейін скидкалар болуы мүмкін. Соған үлгеріп қалдыңыз, сол туралы айтқым келіп тұр. Бүгінгі видеода 3 тақырып қозғалады. Бірінші тақырып ол сіздер үшін 11 ноябрь не екенін ол акция білсін деп айтып отырмын. Екінші тақырып ол мен осы AliExpress арқылы қанша товар алдым, қандай товар алдым, сол туралы айтып беремін. Және үшінші сіздер білу үшін ақпарат ол AliExpress-ке қалай тіркелу, қалай затты сатып алу керек екенін туралы айтқым келіп тұр. Бұл Кастер шоу, кім тіркелмеген тіркеліңіздер, ал кім тіркелген басқалармен бөлісіңіздер. Басқалар қазақ тілінде пайдалы ақпарат білсін. Ал кеттік. Бірінші тақырыпқа келсек, ол 11 қараша күні акциялар басталады. Негізінде ол бір күн болады, бірақ кейбіреулер мүмкін ары қарай өз скидкасын жалғастыратын шығар, мүмкін бір аптадай болатын шығар, бірақ ең маңыздысы ол бір күн. Шындығын айтайын, мен былтыр бір жыл бұрын осы күнді мен де күттім, мен де қарадым, мен де салыстырдым. Енді шын айтсам, кереметтей бүкіл товарларға 90% скидка күтпеңіздер. Кейбір товарға 5%, кейбір товарға 20% акция болуы мүмкін. Жалпы әртүрлі товарға әртүрлі скидкалар болуы мүмкін. Соны ескеріңіздер. Енді әрине смартфонды 5000 теңгеге сатып алу мүмкін емес. Жалпы AliExpress-тен алатын адамдар біледі, 11 ноябрь, яғни 11 қараша күні көп товарларды скидкамен алуға болады. Кейбіреулер оны күтеді, кейбіреулер оны бір жылдай күтеді. Мысалы, мен танитын кісі 60 000 теңге тұратын стабилизаторды, яғни телефонды стабилизаторға қойып түсіретін, жаңа кинода сияқты түсіреді, өте пайдалы, жақсы зат. Ол соны 60 000 теңге тұратын затты 45 000-ға алды. Көрдіңіз бе, 15 000 теңгеге скидкамен алды. Жалпы іздеп, тауып, арзанға алуға болады. AliExpress-тің түрі осындай. Мен алған товарларды сіздерге көрсетемін. Түрі қандай, пайдасы қандай, және ол туралы өз ойымды қосамын. Ал бастайық. Қараңыздар. Егер сіз бұл приложение көшіріп алсаңыздар, мой профилдің ішінде посмотреть все деген бар. Соны ашсаңыздар, сіз не алдыңыздар, соның бәрін көрсетеді. Міне, мысалы, мен алған заттарды бүгіннен бастап артқа қарай жүретін болсам, ең соңғы алған заттардың бірі ол ноутбукқа мен батарея алдым. Менің өзім ноутбугым бар, ол ескі ноутбук. Ескі, бірақ күші жақсы, Core i5 SSD жесткий дискі бар. Жақсы, бірақ аккумулятор ұстамайтын, мүлдем ұстамайтын. Тоқтан алып тастасаңыз өшіп қалатындай болатын. Аккумулятор алдым. Бағасы $30, ол 8 000 теңгедей болжаммен. Қостым, өте жақсы. Ең қызығы оған бұла бір 10-15 шуруптар бар. Сол шурупта кішкентай, оны ашатын өзінің отверткасын салып берді, сатушы. Оңай аштым, оңай ауыстырдым, істеп тұр. Қазір ризамын, кез келген жерде, кафеде болсын, машинада болсын, ноутбукпен жұмыс істеуге болады. Өзім қатты ризамын, пайдасы тиіп жатыр. Бірақ ескеріңіздер, бұл заттар, кез келген заттар жақсы істейді деп ойламаңыздар. Мысалы, мен әйелімде ноутбук бар, ол да Acer кішкентай. Бұған аккумулятор алдым. Енді сол сатушыдан емес, басқа сатушыдан, өйткені аккумуляторлар әртүрлі ғой. Сол алдым, салдым, қосқан кезде 5% болды. 100% кейін толтырдым, жаңа тоқтан. Енді қосайын десем істемейді, мүлдем істемейді. Алып қайттан салдым, істемеді. AliExpress-те бір жақсы жері, ол сіз товарға риза емессіз деген, яғни открыть спор деген бар. Соны басып, өз ойыңызды жазасыздар. Сонда жаңағы сатушы, сізге жіберген адам сізбен сөйлеседі. Не болды, қалай болды деген сияқты. Ол да көп күтпеңіздер, сізге спорты басып ақшасын қайтарып аламын деп ойламаңыздар. Ол да оңай емес, ол үлкен процесс. Оны дәлелдеу керек, көрсету керек. Мүмкін ода сол кезде қайтарады. Міне менде рюкзактың ішінде, рюкзактың өзін мен AliExpress-тен алдым, оған да қазір жетеміз. Мен үйде кішкентай қызым бар, оған ойыншық алдым. AliExpress-тен бағасы $8, яғни $8 ол $10-ға жетпейді, яғни 4 000 теңге болмайды, бір 3 000 теңгедей болады. Мынандай ойыншық, екі кнопкасы бар, біреуі музыка ойнайды, біреуі сізді қайталайды. Мысалы, алло, сәлем, бұл Кастер шоу.
көрдіңіз ба, не айтады, соның бәрін қайталайды. Жалпы ойыншықтан кейін екінші кнопканы бассаңыз. Жалпы төменде, яғни описание бар ғой. Тоқта. Описаниеда қарасаңыздар, төменде мен әр заттың сілтемесін қалдырамын. Егер алам десеңіз, сол сілтеме арқылы алсаңыз болады. Алло. Келесі товарға көшейік. Жалпы жаман жақтарында айтып отырайын. Келесі товар, мысалы, машинада телефонды қойып қоятын заттардың біреуін алдым. Енді түрлері әртүрлі, соның біреуін алдым. Бағасы $5, бірақ қараңыздар, мен оны 11 август күні сатып алдым. Сонда қазір август, тамыз, тамыздан кейін қазаннан кейін қараша. Қазір 3-ші ай. 3-ші ай, соның өзінде әлі товар келген жоқ. 2 ай өтті, соның өзінде товар әлі келген жоқ. Бұл доставкамен байланысты, бұл мүмкін біздің почтаға байланысты. Сол кейбір кезде сондай болуы мүмкін. Оны не үшін айтып отырмын? Мысалы, сіз ертең AliExpress-тен қарап, жаңа жылға мысалы гирлянда деген бар, немесе андай неше түрлі ленталар бар, соны жаңа жылға қарсы алам десеңіздер, мүмкін ол қаңтар күні келуі мүмкін. Қаңтардың 5-інде, қаңтардың 10-ында, бірақ тура 31 желтоқсанда емес. Соны ескеріп отырыңыздар. Ары қарай кеттік. Менде осындай AirTag деген GPS датчик бар. Ол туралы бөлек видео түсіремін. Бағасы 20 мың теңге, ол iPhone-ға қосылады. Пайдасы өте көп. Соны ұстау қиын. Осындай ары қарай кеттік. Менде осындай мысалы сумкаға саласыз, қайда саласыз, бірақ ұстау қиын. Сол үшін мен осындай брелок алдым. Бағасы $2. Өте ыңғайлы. Неге оны $2? Өйткені бұның егер iPhone-ның осындай брелок сияқты затын алсаңыз, ол өте қымбатқа келуі мүмкін. Мысалы 10 мың теңгедей болуы мүмкін. Андай Hermes деген брендовый бар, ол 20 мың теңгедей тұруы мүмкін. Керегі не? Міне $2. $2 деген 800 теңге. Келесі товарға кеттік. Келесі товар ол кепка, бейсболка. Міне осындай бейсболка. Неге осындай деп алдыңыздар? Өйткені мына жерде жазу шығады. Бұл бейсболканың мына жағында жазуын әртүрлі қылып ауыстыруға болады, жазу қалдыруға болады, лента қалдыруға болады, түрлі түсті. Жалпы әдемі, қызық, соны көру үшін өзіме алып едім. Мысалы бір видео түсірдім, қазір көресіз. Немесе уже көрдіңіздер. Бұл видео TikTok'та 500 мың қаралым жинады. Просмотр жинады. Өйткені кез келген жерде бұндай бейсболка аламайсыздар. Қызық болғаннан кейін алдым. Бағасы $10, яғни 4000 теңгедей. Егер сіз мысалы басқа дүкенде көрсеңіздер, мүмкін ол қымбат болуы мүмкін. Ары қарай кеттік. Мен iPhone-мен қолданамын. iPhone-да білесіз ғой, бір ғана шнур болады. Мынандай адаптер болмайды. Бұның бірақ бір қызығы, бір жағында Lightning, яғни iPhone-ға салатын, екінші жағы Type-C. Яғни ескі басқа адаптермен қолдана алмайсыздар. Сол үшін мен осындай 20 ваттық Type-C қосуға болатын адаптер алдым. Өте жақсы, 20 ваттық iPhone тез толтырады. 20 ваттық деген ол бұрынғыдан көбірек, бұрынғысы 15 ваттық болса, мынау 20 ваттық. Бірақ байқаңыздар, iPhone-ды қыздырған кезде қызып кетуі мүмкін. iPhone қиналады. Қараңыздар, бағасы $12-дай. $12, яғни ол 5000 теңгедей, және 4800 теңге. Және қызығы, егер сіз дүкеннен оригинал алсаңыз, ол 12 мың теңгеге шығып кетуі мүмкін. Егер осыны алам десеңіз, мен видеоның астында сілтемесін қалдырамын, сол сілтеме арқылы алсаңыз болады. Келесі, қараңыздар, $10,5 алған, ол рюкзак. Рюкзакты менде ноутбуктың өзінің ескі рюкзагы болған, ол жыртылып, ашылып деген сияқты. Оны қолдану түрі шаршады. Мынау жаңадан алдым. Енді керемет деп айта алмаймын, бірақ түрі бар, қалтасы бар, ыңғайлы рюкзак. Бізге не керек? Бізге рюкзак керек. Ол өзінің жұмысын атқарып отыр. $10, 4000 теңге. Жақсы, мен мына қарап отқан AliExpress сіздер қазір көресіздер. Сағат алдым, смартфондар алдым, 4 смартфон, 5 смартфон сатып алдым.
бағалары қымбат, 130 мың, 200 мың теңге тұратындар. Оларды мен обзорға алдым, обзор жасадым, сатып жібердім. Айтайын дегенім, смартфонды алуға болады. Бірақ байқаңыздар, мысалы 150 мың теңге тұратын смартфонды 50 мың теңге сатуы мүмкін. Ол оригинал емес. Енді білу керек, түсіну керек, ол оригинал емес екенін. Сол үшін алмауға тырысыңыз. Егер смартфонды алам десеңіз, бірақ кім алатынын қорқам десеңіз, мен барлығының сілтемесін қалдырамын. Барлық заттың сілтемесін қалдырамын. Мен алған жерлер, сол алған жерден алсаңыз болады. Дрон алдым. Міне осы туралы айтқым келіп тұр. Дрон алдым. Оның видеосы бар. Ол өзі кішкентай, сапасыз, әзер ұшады. Жел соқса әсіресе қорқынышты. Мен бірінші қорыққаным, далада ұшқан кезде ол жел қайда соғады, сол жаққа ұшады. Яғни ең қорыққаным көшедегі балаларға тиіп кетуі мүмкін. Яғни енді ол зиян ғой, енді балаға тисе. Сол үшін көп ұшпадым. Бағасы $30 алдым. Өте арзан, бірақ ескеріңіздер, арзан дрон жақсы болмайды. Мысалы, бір кісілер 20 мың теңгеге дрон іздейді, арзан дрон іздейді. Ол өтірік, ол ойыншық, ол көпке шыдамайтын дрондар. Немесе камерасы нашар болуы мүмкін. Әйтеуір жай ұшады, сөйтіп бір-екі сынатып қояды. Ол дрон деп есептеуге болмайды. Енді мен не үшін айтып отырмын? Мысалы, кәдімгідей дрон түсіретін деп көпке шыдайтын, сапалы десеңіздер, минимум, мысалы, бушныйлы қарайтын болсаңыз, жаңа қолданылған 100 мың теңгедей қарауға болады. Содан бастап қарасаңыздар болады. Әрі қарай кеттік. Смартфон. Мысалы қараңыздар, чехол Honor 8X-ке чехол алдым. Ол менің қызымның смартфоны. Ескі смартфон, ол қазір қолданбайды ол смартфонмен. Бірақ не үшін айтып отырмын? Дүкендерде ол сирек кездесетін смартфон. Дүкендерде ол чехол таппадық. Біреуін іздедік, екіншісін іздедік. Смарт чехол сататын жерлерге іздедік. Ондай чехол жоқ екен. Сол үшін мен Алиэкспресстен алдым. Яғни, не үшін айтып отырмын? Бізде дүкендерде жоқ затты Алиэкспресстен табуға болады. Трекер. Міне осындай кішкентай трекер сатып алдым. Бұл трекер деп аталады негізінде. GPS приемник дей ма, енді қалай екен. Бұл Қытайдікі, сапасыз, сатып алған кезде 4 дана болады. Негізі мынау iPhone-дікі, ал Samsung-дікі бар, түрі осыған ұқсас. Samsung-дікі ол 5 мың теңге тұрады. Samsung-дікі 5 мың. Мынау бағасы қараңыздар, 4 штуктың өзінде, 4 дананың өзінде $1 400 теңге болса, жалпы $7 2800, енді 3000 теңге дейікші. 3000 теңгеге 4-еуін алуға болады. Бірақ тексеріп көрдім, өте жаман істейді, басылып қалады, шиқылдай береді. Енді алғаннан кейін сіздерге айтам, алмай қойыңыздар. Өйткені өзінің жұмысын дұрыс атқармайды. Алғаннан кейін, егер сізде Samsung болса 5 мың теңге тұратын трекер алыңыздар, iPhone болса 20 мың теңге тұратын трекер алыңыздар. Ол туралы бөлек әлі видео болады, көресіздер. Өте қызық, маған ұнады, пайдасын әлі көрдім. Смартфон. Менде бұрын бір уақытта iWatch болды, соған браслет сатып алдым. Ұнаған браслет. Мысалы, Apple iWatch 6 шыққан кезде, оның бөлек браслет шықты, яғни тоқылған, бірақ созылады. Өте ыңғайлы. Оны да алдым. Бағасы $3. Келесі, мынандай сақина алдым. Түрі әп-әдемі. Мынаның ішінде NFC бар деп сатылды. Мысалы, NFC не үшін керек? Мысалы, ақша төлеген кезде мынандай терминал бар, пост терминал дейді. Соны төлеген кезде немесе үйдегі домофон бар, сонымен ашылуға болады деп айтылған. Бірақ сатып алдым. Бағасы $3, $2,5. NFC-ге кілттің домофонның чипін жаздым, болмады. Жалпы бұның ішінде NFC жоқ деп түсіндіріп айтты. Сонда мен түсінген бойынша бұны маған алдап сатты. Енді ескеріңіздер, кейбіреулерінде бар, кейбіреулерінде жоқ дейді. Енді менде бекерден бекер қазір үйде жатыр. YouTube'тан басқа менде жұмыстар бар, менде визитка бар. Визитка салатын, енді орысша визитница дейді. Сол визитница салатын осындай маған ұнаған визитница алдым. Мысалы, бір қолмен бір басып визитканы шығаруға болады. Оны осылай бере саласыздар. Маған ұнаған осыны алдым. Бағасы $3, $1200 теңге, бірақ керемет проблеманы шешеді. Маған ұнағаны осы кез келген визитканы аласың, болғаннан кейін жоқ қоясың. Осыдан жақсысын әлі көрмедім. Кейбір визитницаны екі қолмен ашу керек, кейбірлері кнопкасымен деген сияқты. Бірақ оның бәрі ертең сыну мүмкін деген сияқты. Мынау
ең ұнаған осы темір сырты. Келесі менде классикалық сағат бар, оның жаңағы браслеті, қандай болсын, кожазан болсын, су тисе немесе көп қолданғаннан кейін тозады, тозғаннан кейін жыртылады. Мен бұны екінші рет алып отырмын. Мынау сырты былғары, яғни кожаный, сапалы, өзі қара болса да ақ жіппен тігілген. Оны да мен Алиэкспресстен алдым. Бағасы, қараңыздар, бағасы $2, $800. Сонда кез келген жерден сіз 2000 теңгеге сатып алатын затты $800-дан алдым, 800 теңгеге алдым. Чехол туралы айттым. Чехолды қызыма алдым, мысалы, әйеліме алдым. Ұнағанын алдық, мысалы. Ешқайда асып отқан жоқ. Білесіздер, Алиэкспресстің заты бір айдан кейін келеді. Асып тұрған ешкім жоқ. Чехол алдық. Ұнады, яғни ашылатын, ішіне визитка салуға болатын, жалпы түрі де әдемі деген сияқты. Алып көрдік, қолдандық. Бағасы $4. $4-ыңыз 1600 теңгеден асады. Келесі, кішкентай балаларға бізде сатылмайтын бір ойыншық алдым. Ол яғни кішкентай вагон өзі жүреді, артында домино жинайды. Сонда сіз түртіп қалсаңыз, доминоның бәрі шашылып кетеді. Жалпы әдемі, қазір видеосын көрсетем. Бұл бағасы $17 алдым. Ол баяғыда 2-3 жылдай бұрын, 2019 жыл алыппын, 19 жыл, 2 жылдай бұрын алыппын. Жалпы қызық, пайдасын қызығын көрдік. Енді қазір істемейді ғой, әрине. Енді қараңыздар, ең қызығына жеттік, ең қызықтардың біріне жеттік. Мынандай сымсыз тышқан дейді ғой, сымсыз мышка ғой. Қараңыздар, біреуін өзіме алдым, біреуін әйеліме алдым. Ең қызығы сіздерге айтқым келетіні, Алиэкспрессте өте арзанға қызықпаңыздар, өте арзан. Мысалы, мынау $3. Сонда 1200 теңгедей тұратын сымсыз тышқан әрине дұрыстап істемейді. Мынау мен өзіме алдым, әйеліме алдым, қолдандым, енді лақтыруға сай келді. Өйткені дұрыс істемейді, кәдімгідей нервін жеп қояды. Сол үшін мен барып Технодомнан 9000 теңгеге кәдімгідей мышка алдым, қолданып жүрмін. Ол енді брендовый десе де болады. Сонда көрдіңіз, 9000 теңгенің затын 1500 теңгеге алып, қолданам, екеуі бірдей болады деп ойламаңыздар. Олай емес. Жалпы мен онлайн, яғни интернет-магазинде, интернет-дүкендерде киім алған жақсы көрмеймін. Өйткені киімді киіп көру керек, мүмкін матасы ұнамайды, ұстап көру керек, яғни деген сияқты. Бірақ сонда да бір рет қызығып сатып алдым. Мысалы, мынау қысқы, енді кофта десе болады. Алғаныма 2018 аяғы декабрінде, 19 дейікші енді, 19-да алдым. Маған ұнады, өзі де ұнады, жылуына ұнады, ішіндегі қалдығы да ұнады. Мысалы, мынау енді мүмкін Қытайдікі сапасыз арзан материал шығар, бірақ өзінің жұмысын атқарып отыр. Түрі жылы, түрі әдемі, яғни және арзан. Қараңыз, арзан болғанда $18, 20 осы уақытқа дейін әлі киіп жүрмін, түк болған жоқ. Жалпы айтайын деген осы. Қазір мен сіздерге осының бәрін қалай қосылатынын көрсетемін. Алиэкспресске қалай тіркелетінін көрсетемін. Түрі енді Play Market'та ашасыз, Алиэкспресс дегенді приложение табасыз, көшіріп аласыздар. Ары қарай қазір көрсетемін. Және үшінші тақырып ол Алиэкспрессті қалай қосамыз. Мысалы, менің қолымда қазір Алиэкспресс жоқ телефон. Көшіріп алдық, қайтыр түрі қандай екенін көрсетейін. Міне Алиэкспресстің түрі осындай. Тауып аласыздар, көшіріп аласыздар. Алиэкспресс, міне бүкіл жерде енді 11, бүгіннен бастап сіздер тек қана осыны көресіздер. 11 ноябрь, 11 деген сияқты. Енді қосу үшін, былай көрсетейін, қосу үшін мына мой профильді басасыз. Ол ең маңызды, сіздер туралы, сіз туралы керектің бәрін осы жерде. Енді тіркелу үшін войти басасыздар. Бесплатная регистрация керек. Өйткені входта пока сіз жоқсыз. Телефон көрсетесіздер ма, немесе ВКонтакте ма, Facebook па, Google аккаунт па, почта ма, біреуіне тіркелуге болады. Мен білем неге телефон тіркейін десем, Қазақстан жоқ. Мен өз номермен кірген кезде болу еді. Және, мысалы, почта арқылы кіретін болсақ. Почта арқылы тіркелсек, разрешение сұрайды, разрешение бердік, мысалы. Сөйтіп
тіркелдіңіздер. Міне ең бастысы кім екенін, яғни сіздің әйтеуір бір тіркелетін, ілінетін ақпарат керек қой, мысалы кім екеніңізді. Бұл қазір почта арқылы кірді, бұл бәрі дайын деген сияқты. Енді қараңыздар, валюта KZ дайын тұр. Жалпы бәрі қызық емес, ең керегі ол немен төлейсіз. Сол ең қызығы. Мысалы сіз бір қызық товар көрсеңіз, оны төлеу керек. Және төлеген кезде сіздің ақшаңыздан, яғни картаңыздан ақша алыну керек. Мысалы қараңыздар, бір товар сізге ұнады. Қандай товар дейік? Главное көшейік, бір товар таңдайық. Сіздің телевизорыңызды смарт ТВ қылдыратын. Мұны көрдіңіз, мен айтайын дегенім, бұның бағасы былай 11 ноябрьсіз бағасы 18 мың теңге болатын. Мүмкін 18-17 мың теңге. Қазірдің өзінде сол бағада тұр. Міне 20 мың теңге, 17 мың теңге. Яғни бұлар енді қысқаша айтқанда өтірік айтып жатыр. Ал сатып алайық мысалы. Купитті басамыз. Сатып алған кезде оны толтыру керек. Мысалы, мынау Қытайдан келсін. Сосын тип вилки дейді, яғни вилкасы розеткаға таққан кезде американский, европейский, британский, біз американский таңдай салған. Өйткені Қытайдікі екі былай үшкір, мына осындай екеу. Сіз салған кезде сіздің вилкаңызға келмейді. Сол үшін қараңыз 18 мың теңге, ал төлейік. Мысалы төлейік десе, ол мынаның бәрін толтыру керек. Мысалы қай жақтан сіздің фамилияңызды, адресіңізді толтыру керек. Адресіңіз дұрыс болу керек. Ең соңында немен төлеймін деген кезде добавить карту немесе Kiwi кошелек сұрап жатыр. Ал добавить карту, оның ішінде қазір номер сұрап жатыр. Сонымен бәрі біткен кезде оплатаны басасыздар, сатып аласыздар. Жалпы көрсетейін дегенім, сіз егер сатып алсаңыз, ең бастысы ол мына кнопкасы, мой профиль деген. Мой профильде сізде, мысалы, посмотреть всені бассаңыз, сіз не алғаныңыз бәрін көрсетеді сізге. Әрі қарай ожидать оплата, ол қызық емес. Жалпы осы ең басты кнопка. Өйткені іздеген кезде, мысалы, неше түрлі кнопка басып тастаған кезде, сіз не алғаныңызды өзіңіз таппай қаласыздар. Сол үшін міне осындай оп-оңай приложение. Өте жақсы, талай зат алуға болады, талай зат алып көрдік. Естеріңізде болсын, товар әкелгенше бір айда келеді. Жалпы сол.